Ассалаумағалейкум, алдарыңызда кезекті қорғашу. Бүгін бізде кезекті тапсырыс қайдан болған мынандай әңгіме. Бірінші сыртқы жалпы тоқтамастан бұл автокөлік егер қолданып қалған жағдайда кілтсіз ашатын құрылғылардың қатары. Қазір бұны ашып көрсетемін сіздерге. Кішкене бейне ережені болған әлі. Бізге қажет емес. Зат осындай зат кетпеген мінекей. Сапалы материал, кәдімгідей мықты материал екен. Одан кейін жаңағы инструкциясы бар, қолдану тәсілдері көрсетілген. Мінекей автокөліктің егер есігі жауып қалған жағдайда тура осылайынан жаңағыдай тығып араға зазорынан қысасыз. Өзі қатты материал жасалған шеті. Сөйтіп мынаны жаңағы тыққаннан кейін мынау не беретін жаңағыдай жел беретін несі құрылғысы. Сонымен жаңағыдай вакуум болып ісінеді. Ісінгеннен кейін жел есікті ашсаңыз да болады, сонымен тартсаңыз да болады. Көп енді варианттары. Бұл осындай инструкциядан тұрады. Бізге қажет емес. Заттың өзін бір кішкене тоқталайық, обзор болып. Пункт дейді, насос дейді. Өте деген сөз білмедім енді. Моделін партия 065 деген модель екен. Auto Entry Tools дейді. Автомобильді entry ашатын ғой. Зат жалпы автомобильді ашатын зат қой автокөлікті. Арқасында осындай материал, жиектермен мындай ілгіші бар екен. Қатты материалдан жасалған өздеріңіз байқасаңыздар мінекей. Көрсетіп отырмын. Одан кейін барып мындай кішкентайтын несі бар жаңағы ісіну үшін. Яғни кәдімгі жіберетін несі бар жаңағы давление өлшейтін кәдімгі медицинский құрылғы сықылды ғой. Енді мынаны бітеп аласыз бірінші. Былай ашылады, былай бітеледі. Аштым. Жел беріп жатырмын қазір. Мен жел беріп жаптым да, енді беріп жатырмын желді. Жел берген сайын зат не болады, яғни ісініп жатыр. Ісінді кәдімгідей қатты болды ше. Толықтай жапқан жоқ, осыны ең жақтан кетіп жатыр. Бірден жел бермей. Мінекей көрдіңіздер ме? Төбесін турлап берейін, төбесін турламайын. Тырсы да қалды. Енді есікті бұншалық дәрежеде ашпайсыз ғой енді. Есікке мына қатары тығылған екен, жартылай жел бересіз. Одан кейін мынау өзі есікті былай сәл кереді. Кергеннен кейін сылтығып нетығып турлай бересіз. Жалпы айтқан кезде ашқаннан кейін уже турлай бересіз. Мына енді жел шығатын кезде мына жайлап жібересіз. Мінекей бассаңыз жел өзі келесі бағытқа жаңағы шығады. Мына төңіректен соған есептелген. Ол жалпы айтқанда затқа қысқаша шолу. Бұл заттар енді жаңағыдай мысалы үшін қазір есік қолданып қалып шақыратын болсаңыз арнайы қызмет вызовының өзі 7-8 мың теңге. Мынау заттың өзі жаңағыдай бағасы тиімді, қатты қымбат емес. Біздің ссылка бойынша бізге бағдар беремін. Сұрасаңыздар, біздің арнаға міндетті түрде тіркеліп, өздеріңіздің лайк пен пікірлеріңізді жазыңыздар. Сол жерде барлық мен көрсетемін, ссылкасын. Өздерің малдырам десеңіздер де болады, болмаса наличиеде бізде бар. Назарларыңызға көп рахмет.